Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге сүзбеден дайындалатын сырникидің рецептісін ұсынамын. Алдымен ыдысымызға сүзбе саламыз. Сүзбеміз өте құрғақ болуы керек. Үстіне жұмыртқа саламын. Дәміне қарай қант салып араластырамын. Және де блендермен езіп аламын. Блендермен езбесе, сүзбе формасын ұстамай қалады. Сүзбе бірігу үшін блендермен езіп алғанымыз дұрыс. Жақсылап езіп, ұн қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Сүзбелеріңіз осындай болып тұруы керек. Тақтайшаға ұн сеуіп, қолымызға да ұн сеуеміз. Бір қасықтан алып, дөңгелетіп жасап шығамыз. Биіктігі өздеріңіздің қалауларыңызша. Қызып тұрған табаға сармай салып, еріген соң сырникиді салып, қақпағын жауып пісіреміз. Екі жағынан қызарғанша аударып пісіреміз. Сырникиді дайындау қиын емес. Ең бастысы жақсы сүзбені таңдай білу керек. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.